Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, лайк басып арнамызға жазылыңыз. 2026 жылдың 1 қаңтардан бастап Қазақстанда еңбекке жарамдылығын жоғалтқан және асыраушысынан айырылған адамдарға берілетін әлеуметтік төлемдердің мөлшері ұлғайтылмақ. Бұл туралы Стэн кісі ақпарат агенттігі хабарлайды. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ұсынған заң жобасына сәйкес 2026 жылдың 1 қаңтарына дейін тағайындалған төлемдер қазіргі мөлшерінен 10-ға арттырылмақ. 2025 жылы мұндай төлемдердің орташа мөлшері мынадай. Еңбекке жарамдылығын жоғалту жағдайында шамамен 71,082 теңге. Асыраушысынан айырылу жағдайында шамамен 73,378 теңге. Салық пен айыппұл көлемі артады. Қазақстанда 2026 жылға арналған жаңартылған АЕК мөлшері аталды. Осылайша 2026 жылдан бастап төлемдердің мөлшері айына шамамен 77,5 теңгеге өседі. Құжат ашық порталында 20 қазанға дейін қоғамдық талқылауда болады. Еске салсақ, бұған дейін келесі жылы ең төменгі жалақы мөлшері өзгеріссіз қалатыны туралы жазған едік.